Әлемнің дамыған елдерінде балаларға қолдау көрсетудің түрлі жүйелері бар. Мысалы, Кувейтте мұнайдан түскен кірістің 10%-ы болашақ ұрпақ қорына аударылады. Бұл қаражат кәмелет жасына жеткенге дейін жиналып, жасөспірім өз қалауы бойынша пайдалана алады. Норвегияда ата-аналар әр бала үшін ай сайын $150 алады. Ал Австралияда бала саны артқан сайын мемлекеттің қолдауы арта түседі. Қазақстанда болашақ ұрпаққа арналған арнайы ұлттық қор бар. 2024 жылдан бастап 2006 жылдан кейін туған әрбір балаға ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% бөлінеді. Бұл бағдарлама 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап 18 жасқа дейінгі барлық балаларға қолданылады. Әзірге сома айтарлықтай үлкен болмауы мүмкін, бірақ уақыт өте келе ел экономикасы мен инвестициялық кірістер өскен сайын бұл төлемдер арта түседі. Бүгін біз ұлттық қор балаларға бағдарламасының негізгі шарттары туралы жиі қойылатын 5 сұраққа жауап береміз. Қаражат балалардың жинақ шотына қалай аударылады? Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық кірісінің 50%-ы 18 жасқа толмаған балалардың мақсатты шоттарына аударылады. Бұл қаражат ақш долларымен есептеледі және бала 18-ге толғанда қолжетімді болады. Жинақталған қаражатты қалай пайдалануға болады? Жинақталған қаражатты отбасы банкіндегі депозитті толтыру, тұрғын үйін жақсарту, ипотеканы жабу немесе Қазақстанда шетелде білім ақысын төлеу мақсатында қолдануға болады. Егер балаңыз қазір 1 жаста болса, ол 18 жасқа толғанда бұл қаражатты университетке оқу ақысы ретінде немесе тұрғын үйге алғашқы жарна ретінде пайдалана алады. Сондай-ақ бұл ақшаны депозитке салып, ай сайынғы пайыздар мен мемлекеттен жыл сайын 20% сыйақы алу мүмкіндігі бар. Баланың бағдарламаға қатысуын қалай тексеруге болады? Ата-аналар баланың бағдарламаға қатысуын egov.kz порталы арқылы немесе kids.enpf.kz арқылы тексере алады. Ұлттық қордан аударылатын қаражат 2024 жылдың ақпан айынан бастап балалардың шотына түседі. Бұл жүйе толықтай автоматтандырылған, сондықтан ата-аналарға қосымша өтініш берудің қажеті жоқ. Әр балаға жеке шот ашу керек пе? Жоқ, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында әр балаға автоматты түрде арнайы шот ашылады. Ата-аналар баланың жеке мәліметтерінің дұрыстығын тексеріп қою қажет. Қаражатты қашан және қалай алуға болады? Балалар 18 жасқа толған кезде қаражат ақш долларымен жинақ шоттарына аударылады. Бұл ақша тұрғын үй сатып алу, білім алу сияқты мақсаттарда пайдаланылады. Қаражатты осы платформа арқылы онлайн түрде жұмсауға болады. Ал сіз немесе сіздің балаңыз 18 жасқа толса, бұл қаражатты дәл қазір қолдану мүмкіндіктеріңіз бар. Алдымен сізге отбасы банкінде ұлттық қор балаларға арналған шотын ашуыңыз керек. Толық нұсқау төмендегі сілтемеде. Жастар елдің болашағы. Оларды қолдау мемлекеттің дамуына инвестиция салу деген сөз. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы осы бағытта балалардың болашағын сенімді қадам жасауға мүмкіндік береді. Сәттілік балалар, болашақ сіздердің қолдарыңызда.